көңілсізбіз да, разы емеспіз. Әр қашан бір жетпейді. Өйткені біздің жасап атқан арсыздығымызды басқа үммет көрмейді. Қараңыздар. Әйтпесе біз кімбіз, ойлашы? Кімбіз біз? Ойбай атын атама. Атама. Көршің көлігін алып, оны таңертең шығып, жуып, сүртіп, сен забордың арғы бетінде отырып, күйіп пісіп отырасың. Сыртқа шығып жүресің. Ай, не болды? Мынау қалай алды? Несіне алды бұл? Қалай мен алмаған көлікті ол қалай алады? Мына суды мен ғана ішем. Бұны неге бұл ішу керек? Қалай ішеді ол? Ол менде ғана болу керек. Бұл ең барып тұрған сорақсы. Ол кардиологыңыз жүректі бөліп бермей ме төртке? Бір көкең, бір прокурор, әкім, депутат болып шықсыншы, айтасың, сізде ағам барына қуанам деп, Аллаға шүкір сізде аға берген дейді. А сен бір сәт қуандың ба Мұхаммедке үммет болғаның, айтшы? Айтшы. Пайғамбарлар аңсаған ғой. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сізбен бізді уайымдап не істеді? Бір хадисінде мына нәрселерден бізді қайтарды. Не үшін? Сізбен біздің жағдайымыз үшін ғана. О кісі жәннатқа бірінші кіреді. Кәусардан бірінші болып ауыз тиеді. Пайғамбарлардың абзалы саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ кім үшін? Сіз бен біз үшін. Сондықтан құрметті жамағат, бір сәт ойланайық. Мен кімге үммет болдым? Дүние сұрай бермей, сәжде қыл Аллаға, я Раббам, Мұхаммедке үммет қылғаныңа шүкір сен. Мені басқа пайғамбардың үммет емес, ақырдың пайғамбары Мұхаммедке үммет болу бізден алдыңғы қауымда Иса алейхиссаламға ғана бұйырған. Ойлаңыз. Иса алейхиссаламға ғана бұйырған не? Мұхаммед саллаллаху үммет болуға. Басқа үмметтің алдында күнәміз, әрбір арсыз ісіміз жасырынған үмметпіз ғой, айналайындар-ау. Өйткені біздің жасап атқан арсыздығымызды басқа үммет көрмейді. Бірақ басқа үмметтің жасаған күнәсін біз көріп оқып жатырмыз да. Нух алейхиссалам, я Раббым, дағуатты жеткіздім деген кезде, бұған куә етуші бар ма деген кезде, Нух алейхиссалам айтады екен ғой, Мұхаммедтің үмметі бар дейді екен. Сонда біз Нухтың қауымына дағуатты жеткізгендігіне куәлік етеді. Өйткені біз Құранда оқыдық. Нух дағуатты жеткізді ме? Жеткізді. Қандай үмметпіз бізді? Сол басымыздағы алтын тәждің қадірін білмей отырған сорлы үмметке айналдық біз. Мұхаммедке емес саллаллаху, басқа біреуге еліктейтін халге жеттік. Қараңыздар. Әйтпесе біз кімбіз, ойлашы? Кімбіз біз? Біз соңғы үмметпіз. Күнтім хайра умматин ухриджат линнас. Анау Адам алейхиссаламнан бері қияметке дейінгі үмметтің ішіндегі ең қайырлы үммет болдыңдар дейді. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dedi. Міне қараңыздар. Жип мінгендерің үшін емес, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарасыңдар, жәнеге Аллаға иман етесіңдер. Сондықтан да сендер үмметтің қайырлысы болдыңдар деді. Біз көңілсізбіз да, разы емеспіз.
әр қашан бір жетпейді, недоволь. Кімсің сен? Сен үмметтің ең қайырлысысың ғой. Басқа не керек саған? Қадірін біліңіздер осын. Осының қадірін біліңіздер, құрметті ағайын. Не дейді? Тоқал ешкі? Мүйіз сұрайым деп не істепті дейді? Шүкір етіңіздер. Шүкір етейік. Шүкір етейік, құрметті ағайын. Тәуба. Міне мешітіміздің есігі ашық тұр. Тәуба. Қаласақ ішіне кіріп айтамыз. Қаладық сыртына шығып айтып жатырмыз. Дұрыс па? Нығмет пе? Нығмет. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді мына бір нәрседен қайтарған, соны айтқым келіп отыр. Бұны бәріңіз білесіздер, бірақ біз соған амал жасап жатырмыз ба? Сол пайғамбарымыздың айтып отырған нәрсесі жүректің дерттері. Тісіміз ауырса не істейсіз? Дәрігеріне барасың. Мынау ұйықтатпады. Ал жүрек ауырса қайда барамыз? Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Жүрек ауырса кардиологқа барамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: «Уәлә тахасаду». Бірінші нәрсе. Абу Хурайрадан жеткен хадисте, сахих хадис, көралмаушылық қылмаңдар дейді. Болды. Көралмаушылық харам. Үкім осы. Егер сен біреуді көралмай жатсаң, сен кәдімгідей харам нәрсе жасап жатсың. Ол не деген сөз? Яғни сен аурусың. Кімге бару керексің? Кардиологқа бару керексің. Дұрыс па? Кардиологқа барды айт. Мен көре алмай жатырмын. Көршім көлік алған еді. Ағам осында үй алған еді. Кластасым депутат болған еді. Мен көре алмай жатырым, жүрегімді емдеп бер деп, кімге барасың? Кардиологқа барасың. Емдей ала ма? Жоқ қой. Кімге барасың? Имамға келесің бе? Имамға. Ай шырағым, мен мына ауырып тұрмын. Қандай ауру? Жаман ауру. Ойында сізге анжақы жоқ, одан да жаман. Қандай сонда? Шетелге шығып көрмедіңіз бе? Қарасын. Олар да емдей алмайды. Кореяны білмейсіз, олар да емдей алмайды. Түркияны көресіз, о жақта емдей. Сонда қандай ауру? Жүректе. Не? Көре алмаушылық. Ойбай, атым атама. Атама. Мынадан тез арылмасаң, құрыйсың. Құрыйсың. Көре алмаушылықтың зияннан басқа пайдасы жоқ. Көршің көлігін алып, оны таңертең шығып, жуып, сүртіп, сен забордың арғы бетінде отырып, күйіп пісіп отырасың. Деп жынданып отырасың да. Оның іштеңесі кетіп, көрші ассаламу алейкум деп. Бірақ күйіп атыр да мына жақ. Ешкім зиян шекпейді одан. Сыртқа шығып жүресің. Ай, не болды? Мынау қалай алды? Несіне алды бұл? Қалай мен алмаған көлікті ол қалай алады?
пайдасы жоқ оның. Ол кісі рақат үйінде көңілі рақаттанды. Зиян шегетін кім? Көре алмаушылық жасаған адам ғана. Көре алмаушылық жасаған. Сондықтан пайғамбарымыз не деді? Лә тахасаду, көре алмаушылық жасамаңдар деді. Енді ғалымдарымыз айтады, көре алмаушылықтың 2-3 түрі бар дейді. Соның бір түрі ең жаманы. Өзінде болып, басқада болмауды қалау. Мана суды мен ғана ішем. Бұны неге бұл ішу керек? Қалай ішеді ол? Ол менде ғана болу керек. Бұл ең барып тұрған сорақысы. Екінші түрі бар, ол анадан жеңіл, бірақ ол да харам. Ол қандай? Өзінде жоқ, басқада да болмау керек. Ал жаманы өзінде бар, басқада болмау. Енді өзінде жоқ, анада да жоқ болса, бірдей болайық дегені ғой енді. Анадан жеңілдеуді, бірақ ол да харам. Ал анау не? Өзінде бар. Бірақ не істемеу керек? Басқада болмау керек. Ол ең жаманы дейді. Алла сақтасын. Егер бұндай дерт болса, дереу тазарыңыздар. Қалада барша кардиологтар, дереу тазаланыңыздар. Оны бірінші рет естіп тұрмын, ондай кардиолог бар. Өзіме де керек, сол негізі жаңағыдай. Ол кардиологыңыз жүректі бөліп бермей ме 4-ке?